Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хачапури по-мигрельски әзірлейміз. Қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып араластырамыз. Кейін үстіне майонез, сары май, сұйық май қосып миксерлейміз. Алдын ала жылы сүтке суды қосып, үстіне аштықыны сеуіп араластырамыз да сұйық массамызға қосамыз. Електен өткізілген ұнды қосып қамыр елейміз. Қамырды жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр дайын болғанша сулугуни сырын үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Уақыт өткен соң қамырды домалақ етіп жаямыз. Үстіне сулугуни сырын қосып, жан-жағын бекітеміз. Бекіткен жерін астына қаратып жаямыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, сыр сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Піскен соң үстіне сары май жағамыз. Осымен хачапури дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.